Ойламаған жерде болды негізі аяқ асты. Ер азаматтың өздері ұл қыздарына памперс жеткізуге қиналып қалды. Садиктен қалып кетіп отырсың ба? Балдардан артылмайды шыны керек. Дәрісі бар, ауырып қалатыны бар. Баспанасыз, қиналып жүрген жандар баспаналы болсын деп тілеймін. Рахмет сіздерге. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Біз Мақтаарал ауданы Мырзакент ауылындамыз. Бұл жерге бізді алып келген 4 баланың анасы, жолдасы Раббасына қайтқан, жолдасы қайтыс болған. Бұл жерде 4 бала жетім қалып отыр. Осындай күрделі құлайындап тұрған үйде паналап келеді. Мен әлі ішке кірген жоқпын, бірақ мына сырттың өзінен өте сыйрестің иісі, зәктің иісі шығып тұр. Сырттардың бәрі су тасып отыр екен. Қазір енді ішке кіріп, мән-жайды өзінен толыққанды сұрайық. Құрметті достар, бірге болыңыздар. Ассалаумағалейкум. Саламатсыз ба? Ассалаумағалейкум. Амандаса қалдым. Қалай жүрдің? Алихан, амандас. Алматыда жүрген едік. Жұмыс жасап, балалармен мен ауылда едім, квартирада едік. Бірден ауырып қалды, бауыры білдірмейді екен ғой. Содан осында келді, осында больницада жатты, содан Шымкентке алып бардық. Сол бауыр қажет болды, сол бауыр болмағаннан кейін қайтыс болды. Бауыр циррозынан қайтыс болды. Сол ауырды, қатты. 2 ай ауырды. Содан кейін қайтыс болды. Балаларды аман етіп тастап кетті. Осы балаларымызға қара. Ештеңеден мұқтаж болмасын, өзің жұмыс жаса деп тастап кеткен. Үлкенім 6 жаста, кеңгісі 4-те. Ұлым 3-ке толады, қызым 2-ке толады енді. Өзім алдым кафеде посуда жұмыс жасап, кейін болмай қалды. Кішкене қолым тарылып қалды. Иногда солай тарылып қойды. Содан кейін жұмыс жасамай қойдым, білек себептерімен байланысты. Көп квартиралар алмайды, балаларымыз көп шулайды деп. Осы жаққа келгеннен де бір кісілер келді, енді балаларымыз шулап жатыр, не деп ше. Шарт жібереміз сіздерді квартирадан деп бір-екі кісілер айтқан енді. Күйеуіңіз қанша жыл отасыз? Күйеумен осы 2022-нің майында 7 жыл болады енді отасып құрғанымызға. Ойламаған жерде болды негізі аяқ асты. Күйеуімнің кезінде қиналмағанбыз. Мен сол қайтқаннан кейін сол әбіршіп қалдық енді балалармен, шыны керек. Сол ауылда да жұмыс жоқ, жұмыс таппай кеттім. Бір-екі жұмыстар бар, сол кешке дейін. Болады, сол балаларға кішкене, балаларды ауырып қалады. 3-ші балам судорогасы бар да, кішкене тілі кетіп қалады, содан қорқам. Садикке де иногда көмші жібермей қалам, ауырған кездері. Балалармен ойлап таласып, тағы тіл кетіп қалып, апай байқаусыз қалса, апасын дейді ғой. Соған көбінше алып қалам, не қылған кездер. Садиктен қалып кетіп отырсың ба? Алла шипасын берсін. Батыр бол, өскенде үлкен батыр жігіт бол. Баспана болсақ екен дейміз енді. Балалар үйде тұрса екен деп. Баспана дейсіз ғой. Сол жұмысқа шықсам да үлкенім айтады ғой. Мама, біз тура жетім сияқтысыз. Сіз таңертең кешке жұмыстасыз. Көрмейміз сізді деп ше. Сол кезде өзім қатты біртүрлі болып кеткем. Мен жұмыс істемесем болмайды ғой дейтін. Жетім сияқтымыз деймін. Батыр болсын екен, не? Міне құрметті достар, қазақ ешқашан жетімнің жесірін жылатпаған. Әрқашанда біз жақсылықта болайық, сауапты істерде болайық. Мына жерде өз көзімізбен көріп отырмыз, енді жүрекке тиіп отыр мен жайда. Енді сіз енді әйел азаматы шыдамды келеді дейді ғой, бірақ еркектердің өзіне қиын да негізі 5-6 бала шаған, 4 бала шаған бағудың өзі. Әйел кісі жалғыз өзін бағып отқанын түсініп отырмын, ауырып тиіп отқанын. Біз өзімізді кейде жаңағы ер азаматтың өздері ұл қыздарына памперс жеткізуге қиналып қалады. Аллах тағала сізге жеңілдік берсін, сабырлық берсін. Рахмет сіздерге осылай келіп, қолдап, жылы сөздеріңізді, ниеттеріңізді білдіріп жатқандарыңызға көп рахмет, Алла разы болсын. Жыламаңыз енді, тек жақсылықтар болсын.